Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге жартылай шеңберлі беттен шағылысу және толық ішкі шағылысу құбылысын қарапайым тәжірибе арқылы көрсетемін. Бізге керек құрал-жабдықтар: үй жағдайындағы ішіне су жартылай толтырылған стакан және мөлдір пластик бөтелке, және бізде жарық көзі ретінде лазер керек болады. Енді бірінші тәжірибеге келетін болсақ, жартылай шеңберлі беттен шағылысу тәжірибесі. Менің қолымда пластик бөтелке және жарық көзі. Біз жарық көзін пластик бөтелкеге бір қырынан жібереміз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде жарық, жартысы шағылып, жартысы бөтелке ішімен тарап жатыр. Бұл шағылысу заңы. Түсу бұрышы әрқашан шағылу бұрышына тең болады. Екінші тәжірибе — толық ішкі шағылу құбылысы. Енді су құйылған бөтелкені алайық. Оның ішіне лазер сәулесін жібергенде, жарық бөтелкенің ішінде бірнеше рет айналып, шағылып, сыртқа шықпай таралады. Бұл толық ішкі шағылысу құбылысы. Ол тығыз ортадан сирек ортаға өткенде және түсу бұрышы шектік бұрыштан үлкен болғанда байқалады. Оптикалық талшықтарда дәл осылай жұмыс жасайды.